Қайырлы күн. Эфирде Қазақстандық қоғамдық даму институтының сарапшылық подкасты. Бүгінгі эфирде психолог Сымбат Абдрахманова. Сымбат, қош келдіңіз. Мен тіркен шақырғандарыңызға. Сіз бүгін отбасындағы серіктестік, ата-аналардың бала тәрбиесіндегі жаңа ұстанымдары жөнінде сіздің пікіріңізді білу мақсатында, тек қана пікіріңізді емес, сарапшылық пікіріңізді білу мақсатында бүгінгі подкастқа шақырып отырмыз. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Енді Сымбат, неден бастаймыз? Біздің зерттеулеріміздің көбінде отбасында кез келген қарым-қатынас әңгімелесуден басталатыны анықталады. Осы орайда сіздің психолог маман ретіндегі пікіріңізді білгіміз келеді. Отбасындағы серіктестікті құрудың алғышарттары қандай? Рахмет. Жалпы бізде өзіміздің тарапымыздан енді жаңағы клиенттерімізбен жұмыс жасаймыз, әртүрлі зерттеулермен жұмыс жасаған кезімізде байқайтынымыз, отбасындағы мәселелердің көбісі осы отбасылық өмірге дайындықсыз келуден негізгі себептер болып табылады. Әрине отбасыға дайындықты бірнеше кезеңде бірнеше бағыттан қарастыруға болады. Бұл тек қана психологиялық тұрғыдан дайындығы емес, сонымен қатар медициналық тұрғыдан дайындығы болсын, мінез құлық тұрғыдан дайындығы болсын деген секілді. Егер психологиялық тұрғыдан дайындығын алатын болсақ, бұл ер азаматтың өзіне тән психологиясы басқаша болып табылады, әйелдерге тән психология басқаша деген секілді. Және серіктестікте жаңа өзіңіз айтқандай әңгімелесу, сөйлесу өте маңызды. Кез келген дүниені ашып айту. Маған да әртүрлі клиенттер келіп жатады, әйелдер болсын, ер азаматтар болсын. Сонда әңгімелесу барысында әсіресе енді әйелдермен, ер азаматтармен де кездеседі. Өздерінің ойларын ашып, өзінің серіктесіне толық айтпайды, және өзімен өзі ренжіп, жаңағы бұртиып, үйде жаңағы ренжіп жүргенін байқаймыз да. Сонда жаңағы енді сіз өзіңіздің қалауыңызды, не күтетініңізді айттыңыз ба деген кезінде, жоқ, айтқан жоқпын, неге өзі білмейді дейді. Ешкім, осы жерде айтып өткім келеді, ешкімнің ойын, пікірін ойлап жаңағы оқи алмайды. Ешқайсымыз бір-біріміздің ойымызды оқи алмаймыз. Мысалы, мен қазір сіздің ойыңызды оқи алмаймын, не ойлап отырсыз. Сол сияқты басқа адамдар да бір-бірінің ойын оқи алмайды. Сондықтан кез келген дүниені ашық түрде айту, не қалайтыныңызды, не нәрсе сізге ыңғайлы, не нәрсе ыңғайсыз, не ұнайды, не ұнамайтын ашық әңгімелесу, бұл ең бірінші кезекте осы коммуникация деп айтамыз ғой, соның негізгі бастауы болып табылады. Әрине, бұны айтудың да өзінің техника, жаңағы лайфхактары бар. Психологиялық тұрғыдан келетін болсақ, біз психолог ретінде мысалға мен хабарламасы техникасын жиі қолдануды ұсынамыз. Мен хабарламасы деген әңгімені неге сенен бастамай, әңгімені мен арқылы айту. Яғни, мысалы, жолдасыңыз үйге кешігіп келді, сол кейсті алатын болсақ, сіз алдынан шығасыз да айтасыз мысалға, неге сен кешігіп келдің, неге сен телефонды көтермедің, үнемі сен сөйтесің деген секілді. Бұл бірінші жағдай деп қарастырайық. Екінші жағдай, дәл осы жағдай, күйеуіңіз кешігіп келді, бірақ сіз алдынан шығып айтасыз, мен қатты уайымдадым, сен кешіккен кезде саған бір нәрсе болып қалды ма деп қатты қобалжыдым, қатты алаңдадым, өтініш келесі жолы осылай жасамашы деген. Бірінші жағдайда ма, әлде екінші жағдайда ма адам жеңілірек қабылдайды. Бірінші жағдай, неге сен деген кезде, ол міндетті түрде адам қорғаныс қалып келеді. Өйткені мен осындай болды, тағы да ақталуға алып келеді, үнемі кінә сезімін береді адамға. Сондықтан да ол көп жағдай конфликтіге алып келіп жатады. Ал мен арқылы жаңағы сөз барған кезде, жаңағы түсіндірме сөздеріміз, мысалы, сұрақтарымыздың өзі мен арқылы жүрген кезде, яғни мен қобалжыдым, мен уайымдадым өзіміздің эмоциямыз арқылы, онда ол көп жағдайда түсіністікке, және келесі жолы көп жағдайда осы сізге ұнамайтын, ұнамсыз әрекеттерді қайталамауына алып келеді екінші адамнан. Сондықтан көп жағдайда осы мен хабарламасын тек қана әрине отбасында ғана емес, бұл әріптестермен болсын, кез келген адаммен коммуникацияда қолдануға мен өз басым ұсынар едім. Өте тиімді, өте жаңағы нәтижесін беретін техникалардың бірі. Отбасында жалпы құрылудың өзі бірнеше этаптан тұрады деп қарастырамыз. Бұл біріншісі форминг деп айтамыз ағылшын тілінен. Яғни біз отбасыға барған кезде, яғни алдымен танысамыз отбасының мүшелерімен. Тіпті біз күйеуіміздің өзіме, әйел ретінде айтып отырмын, мына жерде өзім енді келіншек болғаннан кейін, отбасыға барғанда мен тіпті күйеуіммен танысамын. Өйткені жігіт пен қыз болып жүрген кезінде басқа кісі еді. Үйде, оказывается, ата-анасының қасында, мүлдем басқа екен деген секілді айтып жатады. Яғни танысу жүреді бірінші этапта. Екінші кезеңде бұл шторминг деп аталады.
әдетте біреумен кикілжің болады. Ол енесімен болады, ол қайынсіңлісімен, ол күйеуімен деген секілді бір кикілжіңдер орын алады. Ол міндетті түрде ашық түрде жаңағы конфликт болмауы мүмкін, ол пассивті агрессияда болуы мүмкін. Үндемей өзімен өзі ренжіп ұртиып жүруі мүмкін. Мысалы пассивті агрессияны көрсетіп жүруі мүмкін, тарсылдатып заттарды деген секілді. Сол кезеңнен өткеннен кейін ғана норминг дейміз, үшінші кезеңге келеміз, яғни адамдарды қалай бар солай қабылдайсыз отбасы мүшелерін. Көп жағдайда енді мен байқайтыным, адамдар айта бастайды, енді жақсы маған білмеймін, енені кім әкеп береді, осы ғой, енді қабылдаймын ғой, жақсы күйеуді кім әкеліп береді, осымен тұрамын ғой деген секілді сөздерді байқап жатамын. Және төртінші кезеңде бұл перформинг дейміз, идеалды бір отбасыға айналады, бір тұтас отбасыға. Тіпті сіз басында ұнатпаған отбасының бір мүшесін жамандап жатса да, сіз оны ақтап аласыз, жоқ ол негізінде ондай емес, сіз оны білмейсің деген секілді. Яғни осындай тұтас бір отбасыға айналамыз. Алайда осы тұтас бір отбасыға айналған кезде күндердің күнінде біздің үйдегі, білмеймін, біз егер үйдің үлкені болып жатсақ, біздің үйдегі жолдасымыздың інісі үйленді делік, жаңадан үйге бір мүше келді. Бір мүше келген кезінде қайтадан осы этаптарды басынан өткереміз. Яғни форминг танысамыз, жаңағы шторминг кикілжің болуы мүмкін, норминг, перформинг кезеңін осылай өтіп отырамыз. Яғни бұл осы отбасының қалыптасу кезеңдері. Егер адамдар мысалға білетін болса, осындай кезеңдерден барлық адам өтетінін, тек қана оның ғана басында емес, басқа адамдардың барлық адам отбасын құрған кезде осындай кезеңдерді басына өткеретінін білсе, онда адамдарға негізінде көбінесе жеңіл болатын еді деп ойлаймын. Және отбасында тағы бір байқайтыным, біраз жыл өткеннен кейін кейде маған консультацияға елдер, ер азаматтар келіп айтып жатады, мен әйелім мені жақсы көрмейді, менің күйеуім мені жақсы көрмейді деген секілді. Сонда бірге талдай бастаймыз. Мысалы, махаббаттың 5 тілі дегеніміз бар, иә. Әр адам өзінің махаббатының сезімін әртүрлі білдіреді. Мысалы, біреу сөз арқылы айтады, мен сені жақсы көремін дейді, еркелетеді, әдемі сөздерін айтады. Екінші адам мысалға сыйлық береді әрдайым сізге. Үшінші адам мысалға үнемі құшақтай береді, физикалық контакт дейміз, сізді қолыңыздан ұстайды деген секілді. Төртінші адам бұл уақыт арнайды сізге, уақытын бірге өткізгісі келеді. Және бесінші махаббаттың тілі бұл яғни сізге қызмет көрсетеді, мысалға, білмеймін, көмектесіп жүреді сізге. Сіз жаңағы затты көтеріп келе жатсаңыз, бір жағын ұстайды, жаңағы жуаршып жатсаңыз, картошкаңызды ашып береді деген сияқты, қасыңызда көмектеседі. Мысалға, білмеймін, үй жинап жатсаңыз, пылесос ұстап береді дегендей. Сонда байқайтынымыз, енді ол махаббатын қалай білдіреді деп сұрай бастаймын да, сонда жолдасыңыз қалай білдіреді. Сонда мысалға айтады, маған әрдайым қасымда жүреді мысалға. Бірақ оны ол адам махаббат тілі екенін білмегендіктен ол ойлады, ол мені жақсы көрмейді деп. Бірақ біз білу керек, біз адамның махаббат тілі мысалға сыйлық болса, ол сізге әрдайым тіпті бір ручка алып келіп беруі мүмкін, бір карандаш әкеліп беруі мүмкін. Бірақ ол сөзбен айта алмауы мүмкін. Жақсы көремін дегенді. Оның махаббат тілі сыйлық. Ақша беру мүмкін сізге. Білмеймін, бір шоколад әкеліп беруі мүмкін. Сол арқылы білдіріп жатады. Яғни әркімнің махаббат тілі әртүрлі, соны да талдау арқылы мысалға, егер әрине менің махаббат тілім бұл физикалық контакт болса, мен әрине соны күтемін. Сол кезде ғана махаббатты сезінемін. Ол маған қанша айта берсін, қанша сыйлық бере берсін, мен өзі сезінбеймін, ол мені жақсы көрмейді деп ойлауым мүмкін. Ол жай айта береді, жай сөз ретінде қабылдауы мүмкін. Сондықтан да осы нәрсені де бірге негізі қарастырған жөн. Сіздің серіктесіңіздің махаббат тілі қандай, сіздің махаббат тіліңіз қандай, қаншалықты бір-біріңізге сәйкес келесіздер, қаншалықты сіз оны бар толықтай алып жатсыз, ол расымен сізді жақсы көрмейді дегенді білдіреді ме, әлде ол мүмкін басқаша білдіріп жатыр деген секілді. Сондықтан осындай дүниені де айтқым келеді. Және жай мысалы, енді практикалық мысал айтатын болсақ, осындай әйел азаматша келген болатын, 15 жыл мысалы тұрмыста мен күйеуіммен жақсы көрмейді деген сөздер болды. Соны талдағанда мен ол кісіні білемін да, бір жобада бірге жұмыс жасаймыз. Оны жолдасы әрдайым заттарын көтеріп қасында жүреді, жаңағы жобасына көмектеседі. Бірақ ол шынымен де сөйлемейтін адам, ол шынымен мүмкін айтпайтын шығар, ол кісіге айтпайды екен, өзінің сезімін сөзбен білдірмейді екен. Бірақ жаңағы істер арқылы көрсетіп жүр да, ол жақсы көретінін білдіріп жүр. Бірақ әйел кісі оны сөзбен естімегеннен кейін, білмеймін, маған сыйлық бермеді деп солай қабылдамады. Сондықтан осындай жағдайларда кезігуі мүмкін. Өзі арқылы қабылдайды көбінесе. Мысалы, дұрыс айтасыз. Түсінікті. Ал Сымбат ханым,
түсінікті, ол мәселе серіктестікті құру әңгімелесуден басталады, бірақ осы әңгімелесуге біздің ер азаматтар мен әйелдер қаншалықты дайын? Мысалы сізге көбінесе келеді ғой, жаңа айтып отырсыз өзіңіз клиенттеріңіз, сол кезде сіз қандай ерекшеліктерді байқайсыз? Мүмкін бізде әлі ер адамдар дайын емес шығар, мүмкін әйелдер дайын емес шығар. Неге бізде мен кез келген сұхбатқа шақырған кезде бірінші қоятын сұрақтары неге Қазақстанда ажырасу көп деп басталады. Әрине бұл өте сондай, мен айтам да, ажырасуды неге сондай көп айтасыздар, неге позитивті жағдайларды айтпасқа деп, бірақ өкінішке орай бізде ол бар. Неге ажырасуға алып келетіндей сондай серіктестікті құра алмай ажырасуға дейін жетіп жатады жағдай? Мәселенің басы неде? Сіздің ойыңызша? Әрине бұл жерде бірнеше факторлар әсер етуі мүмкін. Неге әңгімелесе алмайды, әңгімелесуге дайын ба деп сұрап жатырсыз. Әңгімелесе алудың өзі ересектік позицияны білдіреді негізі психологияда. Бізде бала позициясы дейміз, детская позиция дейміз. Ол жаңағы сіздің сөйлемей қалыңыз, бұртиып қалыңыз. Ол кішкентай бала ғана өзіне жауапкершілік алмайды негізінде. Ал жауапкершілік алып, сөйлесе алу, талдай алу, бірге отырып мәселені қарастыру, шешімін табуға тырысу, бұл ересектік позициясы. Қаншалықты біз ересектік позициясында өмір сүріп жатырмыз? Біз өзіміздің сөзімізге, өзіміздің әрекетімізге шынымен де жауапкершілік алып жатырмыз ба? Бұл үлкен мәселе. Көп адамдар бірге талдаған кезде клиенттерімізбен әлі бала позициясынан шықпайтынын, ересек позициясына өткісі келмейтінін де көріп жатамын. Жауапкершілікті басқа біреу алу керек секілді. Мысалға, неге менің жолдасым ана нәрсені маған шешіп бермейді? Неге? Ешкімге шешуге міндетті емес. Шын мәнісіне келген кезінде әр адам өзінің ісіне, өзінің өміріне ең бірінші кезде өзі жауапты. Сондықтан жауапкершіліктен басталады негізінде кез келген нәрсе. Және мен ойымша, біз жастарды жас кезінен, оқушы кезінен бастап, мүмкін студенттік кезінен бастап осы үлкен өмірге дайындау керек секілдіміз. Өйткені дайындықсыз барған жағдайда бұл әртүрлі мәселелерге алып келуі мүмкін. Және психологиялық тұрғыдан даму деп жатамыз ғой, адамның жаңағы толыққанды бір тұлға болып қалыптасуы. Бұл егер психикаға ешқандай травма болмайтын болса, ол 24 жаста ғана толықтай дамып бітеміз. Оған дейін біз әлі дайын болмаймыз. Жаңағы тұлға болып қалыптаспаймыз. Мидың аналитикаға жауап беретін, логикаға жауап беретін неокортекс деген бөлігі бар. Ол енді 24 жаста ғана толықтай дамып бітеді. Және бұны біз психологтармен бірге талқылаған кезде айтамыз, осы неокортекс, яғни ақылға жауап беретін бөлігі, осознанность дейміз ғой, сол бөлігі толықтай дамып біткенге дейін тұрмыс құратын болса, үйленетін болса, егер бірге осыған қалыптасатын болса, бірге дамитын болса, онда мүмкін жеңілірек болатын шығар. Себебі тұлға болып қалыптасқаннан кейін, 24 жастан кейін сен ересексің, көп жаңағы көз қарасын қалыптасып қойды, көп нәрсені өмірде көріп қойдың, тәжірибең көп нәрсені қабылдауың, өзіңді қайта тәрбиелеуің негізі қиынырақ болатын шығар деп дегенде бір ұйғарымдарды кейде кезіктіреміз. Яғни жасырақ үйленсе, онда бір-біріне үйренісу, қабылдау оңайырақ болады. Үйренісіп кетуі көбінесе жеңілірек жүреді, өйткені сіз әлі толықтай тұлға болып қалыптасқан жоқсыз. Әлі жассыз, әлі басқа да пікірлерді өзіңізге қабылдауға, өзгертетін жерлеріңізді өзіңіз өзгеруге дайын боласыз. Ал тұлға болып қалыптасқаннан кейін көп еңбекті талап етеді негізінде. Сымбат, енді бізде зерттеулер жүргіземіз ғой, сол кезде сұраймыз, отбасындағы шиеленістердің себебі неде деп. Енді экономикалық, әлеуметтік жағдай ол әрине бірінші орында, ол туралы бүгін сөз қозғап отырған жоқпыз, бірақ үшінші мен төртінші себеп бала тәрбиесіне қатысты дейді. Бала тәрбиесіне келіспей қалады. Және төртінші себеп ол отбасындағы міндеттер, яғни үй шаруаларын бөлуде. Мысалы, статистикамызға жүгінетін болсақ, әйелдер ерлерге қарағанда үй шаруасына 2 сағат 15 минут уақыт көбірек жұмсайды екен. Біздің зерттеулерде де дәл сондай динамика. Ер адамдар айтады, біз бірдей бөлісеміз деп, бірақ нақты сұрақтар қойған кезде әрине анықталады, әйелдер көбірек бәрібірде үй шаруасына көңіл бөледі, қатысады. Мәселе ол санасқанда емес, мен үнемі айтып жүремін, мәселе бөліскенде емес, тек қана қажу бар әйелдерде. Яғни ол әйел бізде әрдайым таңдау жасауға мәжбүр, мансабы болсын, отбасы болсын, үнемі таңдау үстінде жүреді. Осының себебі неде? Ер адамдар
әлі де серіктестікке дайын емес деген сөз бе, жоқ әлде қалай соны біз сол таптаурындарды жеңе аламыз? Үйдің шаруасы әйелдікі деген стереотиптен біз қалай арыла аламыз? Иә, өте жақсы сұрақ. Жалпы кез келген адамның әрекетіне ең бірінші ой ғой әсер ететін. Егер жаңағы когнитивно-поведенческая терапия деп айтамыз, соны қарайтын болсақ, адамның ойы бұл оның эмоциясы әрекетіне жауап береді. Егер адамның, яғни ер азаматтың үйдегі тіршілігін жасамауы, ол қандай ойдан келді? Яғни ода қандай установка деп жатамыз ғой, қандай установка болды? Әйелдің жұмысын жасамау керек, еркек білмеймін даланың жұмысын жасау керек тек қана. Бірақ мен кейде айтып күлем, жаңағы көп қабатты үйде қандай даланың жұмысы жоқ қой деп бізде. Сол секілді, ол сол установкадан да болуы мүмкін. Негізі үйленбей тұрып, меніңше ол осындай мәселелерді екеуі бірге отырып талқылап алғаны жөн. Біз алдағы уақытта нені бөлісеміз, нені жасаймыз, сіз не жасайсыз, мен не жасаймын деген секілді бөлістерді кейін осындай мәселелер туындамас бұрын негізі үйленбей тұрып негізі талқылап алғаны жөн болады деп ойлаймын. Бұл жеке пікірім, субъективті пікіріме келетін болсақ, оңтүстік жақта Маңғыстау секілді, Атырау секілді, батыс жақта бізде көбінесе дәстүрлі отбасылар ғой. Ол жақта әйелдің жұмысы, ердің жұмысы деп бөлінеді. Ол жақта көбірек сақталған солтүстікке қараған кезде деп ойлаймын. Ол жақта ол норма ретінде қаралса, ал бала мысалға оңтүстікте дейік, мысалы дәстүрлі отбасы, ол кішкентайынан бастап нені көрді? Үйінде үйдің тіршілігін жасамайтынын көрді. Ал алғашқы біздің нормамыз бұл отбасында қалыптасады ғой. Папа осындай болу керек екен, мама осындай болу керек екен. Үйдің тіршілігін барлығын әйел адам жасау керек екен деген норма қалыптасты. Және оның түсінігіндегі норма түсінігі ол оны жасамау керек деген ол үшін нормально нәрсе да ол. Ал нормально нәрсені қалыптасып кеткен нәрсе. Өйткені үлгі ең бірінші кезекте модель бұл папа мен мама бізге. Ол кісілер қалай жасайды, біз де соны негізінде қайталаймыз. Олардың мысалға тіпті проблеманың кезінде папа үйден шығып кетеді ма, кейін қарасаңыз ол үйде өскен ер бала да сол паттарын дейді ғой, сондай жасайтын болады, қайталайтын болады сол әрекетті. Ол да ашуланған кезде үйден шығып кететінін мысалы байқаймыз деген секілді. Және бір қызық жағдай, мен осы оңтүстіктен әсіресе келген өзімнің клиенттермен жұмыс істегенде байқайтыным, көбісі бағана айтып жатсыз, сөйлесуді дайынбыз ба деп. Көбісі сөйлесуді білмейтінін байқаймын. Неге десетін болсаңыз, ол да дәстүрлі біздің тәрбиеге байланысты. Көпте бізге сөйлеттірмейді. Ата-анаға сөйлеме, үндемей отыр, үлкенге сөйлеме, ата-енеге сөйлеуге болмайды, анаған сөйлеуге болмайды, бастыққа сөйлеме деген сияқты. Көбінесе сөйлеме мен өскен балаларда көп жағдайда айтудың өзі, айта алудың өзі негізі дағды. Ал дағды деген не? Ол сен айтайын ба айтпайын ба деп ойламайсың, сен автоматты түрде жасайсың да ол нәрсе. Яғни ол дағды қалыптаспағанын байқаймын. Яғни дағдыны қалыптастыру, адам пікірін айтуды қалыптастыру кішкентай кезінен бастап. Сенің пікірің қандай, сен не ойлайсың, таңдауды беру, немесе кем дегенде сезімдерін сұрау. Сен қазір не сезініп отырсың? Әсіресе осы балалардан болсын, көп сұраймыз ғой, енді біз қазір не сезініп отырсың дегенде, көбінесе адамдар сезімдерінен көріп ойларын айтып кететінін байқаймыз да. Мен не сезініп, мен қуанып отырмын, мен шаршап отырмын, мен білмеймін, ренжіп отырмын, мұңайып отырмын, яғни эмоцияның өзін айтылмайды, тани алмайды өздерінің бойларында болып жатқан. Ол да мысалы үлкен проблема, үлкен мәселе. Егер сіз өзіңіздің эмоцияңызды білмесеңіз, сіз оны басқара алмайсыз. Өзіңіздің эмоцияңызды басқара алмасаңыз, басқа адаммен қарым-қатынаста да ол үлкен мәселеге алып келуі мүмкін. Сондықтан негізінде сөйлесу және тұрмыс құрмас бұрын, үйленбес бұрын кез келген мәселені ортақ отырып талқылап алған жөн. Сен үшін не норма, мен үшін не норма, ортақ қандай компромиске келе аламыз екеуміз дегендей. Мысалы кейбір әйелдер үшін ол проблема болмауы мүмкін. Мысалға батыста деп жаңа айтып отырмыз ғой, онда көбінесе вахта режимінде жұмыс жасайды, ер адам үйді асыраушысы, ал әйелдер үшін ол ыңғайлы болса неге отырмасқа, неге деген сияқты ғой, ортақ келісімге келу арқылы.
Енді қараңызшы, біздің зерттеуде көбінесе балаларыңыздың бойында не тәрбиелейсіз деген сұрақ, отбасында құндылықтар туралы айтатын болсақ, сол кезде ата-аналар бірінші кезекте, сондай ата-аналардың үлесі көбейіп келе жатыр, еңбекқорлыққа тәрбиелейді бірінші. Бұрын көрсеткіш басқаша болды, қазір еңбекқорлыққа көбірек. Ол да бір нарықтық заманның талаптарына сәйкес қой. Енді мына отбасындағы жауапкершілікке тәрбиелеу мәселесі. Біз балаларды қалай отбасына жауапты болуға үйрете аламыз? Кішкентай кезінен біз мысалға қазір өкінішке орай агрессия мәселесі, қалай біз балаларды отбасына жауапты және отбасында күшті қолданбауға үйрете аламыз? Өте жақсы сұрақ. Жаңа айтып өткендей, ең бірінші кезекте біз енді бала тәрбие қалай жүреді, біз сөзбен емес, тек іспен көрсетеміз ғой. Өзіміз үлгіміз ең бірінші кезекте. Өзіміз білмеймін, телефон қолданып отырып, басқа телефон қолданба деу, өзіміз ішімдік ішіп отырып ішпе деу, ол жүрмейді. Бала бәрібір сізден көрген жасайды. Қанша ести берсін, ол көрген жасайды. Бірінші кезекте өзіміз сол нәрсені көрсету керекпіз. Яғни өзімізде агрессия болмау керек. Екеуміз мысалы, үйдегі ата-анасы ретінде сол нәрсені біз қолданбау керекпіз. Екіншіден, жауапкершілікті, егер бала психологиясынан қарайтын болсақ, үйдің үлкендерінің психологиясы бөлек, үйдің ортаншының психологиясы бөлек, үйдің кішісінің психологиясы бөлек. Үйдің үлкендерінде көп жауапкершілік болады. Оларда шамадан тыс жауапкершілік болады. Олар тіпті сол жауапкершілікті өзінен кейінгі бауырларының жауапкершілігін алып, соны шешем, соған көмектесем, соны оқытам деп өздері кейде өзінің жеке өмірін құрмаған кісілерді көп байқап жатамыз қазір қоғамда. Яғни оларға шамадан тыс жауапкершілік беріледі, ал үйдің ортаншыларына көбінесе өздерінің орны жетіспейтінін көреміз. Ал үйдің кішкентайлары көбінесе өкінішке орай инфантилді болып келеді. Яғни жауапкершілік олар алмайды. Өйткені олар үшін өзінің үйінің алдындағы әпкесі жасайды, жеңгесі жасайды деген секілді. Негізі жауапкершілікті 3 жастан бастап берген жөн балаларға. Кем дегенде, білмеймін, 3 жастағы бала не істей алады? Аяқ киім жинай алады мысалға, гүлге су құя алады, үйде үй жануарлары болса соған қарау деген секілді, сондай кішкентай жауапкершіліктен берген жөн. Менен көп ата-аналар сұрап жатады. Бұрын бізді ұрысты, біз қандай керемет азаматша болдық. Қазір сендер психологтар осы балаларды ұрыспа дейсіңдер, ұрма дейсіңдер, біздің балаларымыздың психологиясы әлсіз дейді. Негізі расымен жыл өткен сайын балалардың психологиясындағы әлсіздікті байқауға болады. Неге дейтін болсаңыз, психика дұрыс болу үшін 3 ғана фактор әсер етеді. Адам дұрыс ұйықтау керек, сапалы ұйықтау керекпіз, сапалы дұрыс тамақтану керекпіз, және физикалық белсенділік болу керек. Егер бізді қарайтын болсаңыз, біздің ұрпақты біз телефонсыз өмір сүрдік. Ол кезде сапалы ұйқы болды. Өйткені телефон көрмейміз түнде. Сапалы тамақ болды, өйткені кола, кириешке жоқ, қолдың айран, қолдың ірімшігі, енді қолдың құрты, сондай таза тамақ, ГМО-сыз, қоспасыз дейміз. Және үшіншісі, бұл физикалық белсенділік болды, өйткені біз далада ойнайтынбыз, секіретінбіз. Осы үшеуі де 3 факторда база ғой, бұл фундамент болғаннан кейін бізде көп қиындықтарды еңсеру де жеңілірек болып келді. Стресске төзімділігіміз жоғары болды. Қазір осы 3 факторда өкінішке орай біздің балалардың бойында жоқ. Біріншіден, дұрыс ұйықтамайды. Олар телефон көргендіктен мелатонин кеш бөлінеді, ұйқыға кеш кетеді, сапасыз ұйқы көбінесе балаларымызда. Дұрыс тамақтанбайды, кола, кириешки, чипсы жейді мысалға. Одан кейін физикалық белсенділік жоқ. Балаларымыз жатады, отырады, барып спортпен шұғылданып жатқан, далада секіріп жатқан балалар көп қатты бір көре қоймаймыз. Яғни үйден балаларды далаға шығару мысалға қиындап бара жатыр. Сондықтан база, фундамент болмағаннан кейін ол балаға қанша өзін-өзі бағалаумен, өзіне сенімділікпен жұмыс жасай беріңіз, база болмағаннан кейін ол қиындықтарға төтеп беру қабілеттілігі төмен болады. Өйткені база жоқ, фундамент жоқ. Сіз фундаментті жоқ үйді мысалы қанша құрастыра беріңіз, фундамент болмағаннан кейін қабырғалар бір күн құлап қалады. Сол секілді. Және бұрынғы уақытта біз көбінесе қиындықтан көп өттік. 90 жылдағы тоқырауды көрдік. Азық-түлік берді, айлықтың орнына, тәтемізден қалған киімдерді кидік деген секілді. Қазір балаларда ондай жоқ. Барлығы бар, магазинге барса, біреуінен қалған киімдерді киіп жатқан балалар көп жоқ. Балаларға шамадан тыс кейде қамқорлық бар. Мысалы, мектепке біз балаларды апарып тастаймыз, мектептен алып кетеміз. Барлығын балаларымыз үшін жасағымыз келеді, бірақ кейде шамадан тыс жасап кетеміз. Ата-ана ретіндегі ең бірінші біздің міндетіміз бір нәрсені ұғыну керекпіз. Біз мәңгілік баланың қасында болмаймыз. Біз оны үлкен өмірге кішкентайынан бастап
дайындау керекпіз. Яғни өзі шешім қабылдай алатындай, өзінің пікірі болатындай, өзінің шекарасын қорғай алатындай, өзін өзі қорғай алатындай, сондай тұлғаны дайындау керекпіз. Балаңыз қазір-ақ мектепті бітіреді да, басқа қалаға мысалы оқуға кетеді, басқа елге кетеді. Сол кезде не істерін білмейтін мысалға, иә. Менде бір жағдай болған, танысымда баласы барып шетелге оқуға түскен, карточкасын банкке апарып тұр дейді, сонда мама жаңағы ақша бермейді деп. Сосын енді кодты терін бай десе, жоқ білмеймін деп, сонда тіпті банкоматтан ақшаны алуды да білмейді деген секілді. Сондай, яғни өзімен өзі сізсіз ақ өмір сүре алатындай тұлғаны дайындау керекпіз. Өйткені біз өмірден өтіп кеттік мысалға. Білмейміз ғой бізде не күтіп тұрған. Ешнәрсе қазір тұрақсыз заманда өмір сүріп жатырмыз. Алдымызда не күтіп тұрғанын білмейміз. Сол кезде балаларымыз өз-өзіне қамқор бола алатындай тұлғаны кішкентай кезінен осындай қылып негізі қалыптастыруға міндетіміз. Және жауапкершілікті айтқан кезде әрине өзі үшін жауапкершілік, әрекеті үшін жауапкершілік, және де әрбір әрекетінде жауапкершіліктің бар екенін ұғыну деп ойлаймын. Енді өзім жеке пікірім, мысалға білмеймін, далада қоқыс тастамау да ол да жауапкершілік, сабаққа бару да жауапкершілік деген секілді. Кішкене осындай ата-ана ретінде ұсақ-түйек мәселелерге жауапкершілігін, иә. Және көп адамдарда байқайтыным, біз енді ситуацияларды психологияда екіге бөліп қарастырамыз. Сіз контрольдай алатын дейміз ғой, бақылай алатын мәселе бар, сіз бақылай алмайтын мәселе бар. Көп адамдар өзінің бақылай алмайтын мәселеге басын қатырады да, сондықтан көп энергиясын жұмсап қояды. Мысалға, біреуді сіз тәрбиелей алмайсыз. Өйткені тәрбие бұл 5-7 жасқа дейін ғана жалғасады. 7 жастан кейінгінің бәрі перевоспитание дейді, яғни қайта тәрбиелеу. Ол қай кезде жүреді? Адам өзі қаласа ғана, мен қаласам ғана өзім өзгерем. Сіз қанша айта беріңіз маған, мен күйеуім қанша айта берсін, мен сол кезде иә деймін, мүмкін сәл уақыт соны жасаймын, бірақ кейін мен қайтадан баяғы сымбатқа келем. Өйткені неге мен өзім қаламадым ол өзгеруді. Ал өзім қалаған кезде мен өзгерем. Сондықтан біреуді өзгертем деп әуре болмаңыздар. Ол мүмкін емес жағдай. Немесе біреудің сөзіне, өткен өмірге өкінудің қажет жоқ. Өткен өмірге барып біз ештеңке жасай алмаймыз. Айтып жатады, мен балама кезінде көп ұрыс қойыппын, көп уақыт бөлмей қойыппын, бірақ ол өтіп кетті. Сіз ол жерде ештеңке жасай алмайсыз. Өкінгенмен неге өзгереді? Нәтижеде ештеңке өзгермейді. Ал қазір не нәрсеге сіз бақылау жасай аласыз, не нәрсеге контрольдай аласыз, сіз өзіңіздің әрекетіңізге, өзіңіздің сезіміңізге, иә, оған контроль жасасаңыз, сіз нәтиже бере аласыз. Сондықтан адамда энергия әртүрлі ғой. Мысалға, мен энергиям сізден көп болуы мүмкін, сіздікі басқа адамнан көп болуы мүмкін деген секілді. Осы энергияны біз 60%-ны өзіміз контрольдай алмайтын, білмеймін, ауа райына ашуланып, білмеймін, күн суып кетті Астанада деп, немесе білмеймін, біреудің айтқан мен туралы сөзіне, сондай пікіріне өзімді жаңағы уайымдап, соған энергиям жұмсасам, нағыз нәтиже беретін өзімді дамыту, өзіммен жұмыс жасауға менде энергия қалмайды. Сондықтан энергия өте құнды, сондықтан босқа дүниелерге негізі құртпаған жөн. Өзіңіз контрольдай алмайтын нәрсеге. Биыл біз зерттеу жүргіздік. Осы біздің алдыңғы зерттеулерімізде көбінесе жұмыс басты ата-аналардың проблемалары көтеріліп жатты. Сол себепті биыл жұмыс басты ата-аналардан терең сұхбат жүргіздік ол кісілермен. Сол кезде анықталғаны, олардың ең басты уайымы отбасыма және балаларыма тиісті көңіл бөле алмай жүрмін деген өз-өзін кінәлау сезімі. Ол өзімде де бар, өзім тәжірибемнен айта аламын. Осы сезіммен, осы өз-өзімізді кінәлау, ол мүмкін емес. Динамика жоғары заманда біз дамуымыз керек, нарықтық қоғам, капиталистік қоғам дейміз. Ол мінсіз ана болу, мінсіз әйел болу мүмкін емес. Осы жерде біз өзіміздегі кінә сезімін қалай жоя аламыз? Неге аналар өзін үнемі кінәламау керек, былайша айтқанда? Осы орайда өзіңіздің ойыңызды айта кетсеңіз. Анаға көп нәрсе байланысты. Ана егер мазасыз болатын болса, тревожный дейміз ғой, онда ол да балаға беріледі. Бала мысалға келген кезде бірден білуге болады, оның ата-анасы қаншалықты мазасыз екені. Ол сондай бала үйден мысалға
мазасыз ата анадан мазасыз бала жаңағы дүниеге келеді демей ақ қояйын, бірақ сол модельді көреді да ол да. Ананың эмоционалды тұрғыда жаңағы тұрақты болуы, өзінің жақсы сезінуі, ол көп нәрсеге әсер етеді, үйдегі көп аураға әсер етеді, атмосфераға әсер етеді. Әрине әкенің де бұл жерде рөлі үлкен, себебі жаңа айтып жатырсыз, ажырасу басқа, егер әрине отбасында абьюзерлік қарым-қатынас болатын болса, зорлық-зомбылық болатын болса, есірткіге, басқа ойынға болсын тәуелділік болатын болса, ол жерде өте қиын мәселе. Ол жерде енді бір психологпен жұмыс жасау ешқандай нәтиже бермейді. Ол жерде басқа да мамандардың көмектері қажетті жағдайлар. Және айтқым келетіні, балада үйден тыс жерде түрлі проблема болуы мүмкін. Ол шеттету өте көруі мүмкін. Ол білмеймін, оны жаңағы қорлауы да мүмкін. Тіпті жыныстық зорлық көруі мүмкін. Бірақ үйге келген кезде ол ата-анасымен сенімді қарым-қатынас болатын болса, онда көптеген мәселелердің алдын алады. Сондықтан ата-анада ондай сезім болуы мүмкін. Мен көп уақыт бөле алмадым, бірақ кем дегенде бір 15 минутын ештеңеге алаңдамай күнделікті баласына бөлетін болса, соның өзі жеткілікті негізі. Көп келеңсіз жағдаят, енді мен қазір 13 жыл болды психолог болып жұмыс жасағаныма, көптеген келеңсіз жағдаяттармен бұл уақытқа дейін жұмыс жасағанмын. Ол суицид болсын мәселесі, зорлық-зомбылық, жыныстық зорлық, кішкентай балалардың зорлануы. Сонда байқағаным, сол кездің өзінде неге ата-анаға айтпадым дегенде, ата-анадан қорқатынын, ата-анаға арасында сенімді қарым-қатынастың жоқтығын байқаймыз. Ата-анадан маған сенбейді деп ойладым деген, маған ұрсады деп ойладым дейді. Содан айтқым келетіні, бала сізден қорықпау керек. Бала сізге сен алу керек, ішіндегісін келген кезде айта алу керек. Осы 15 минут телефонға алаңдамастан, басқаға алаңдамастан тек қана балаға көңіл бөліп сұрайтын болсаңыз, соны өзі біраз сенімді қарым-қатынасқа негіз алып келіп жатады. Ол бір сағаттап отырудың қажет жоқ ол үшін. Және айтқым келетіні, құрметті ата-аналар, балалық шақ ол тез өтіп кетеді. Бүкіл жұмысым бітті, бүкіл ақшамды жинадым, міне енді балама қарайыншы десеңіз, балаңыз өвілген, немесе қандай да бір проблема болып жатыр да, уже өкініш болып жатады. Сондықтан күнделікті сол 15 минутты бөлсеңіз, соны өзі біраз көмек болар еді балаңызбен қарым-қатынас орнатуға. Және қызық жағдай, көп ата-аналар мен балалар келген кезде, анау столдың басына отырғызып, мына жаққа баласын, мына жаққа мамасын отырғызып, бірдей сұрақ қоямын. Мысалға, балаңыз партада кіммен отырады, қандай түсті жақсы көреді, білмеймін, қандай тамақты жақсы көреді деген секілді. Былай қарасаңыз, қарапайым сұрақ. Бірақ екі түрлі жауап аласыз. Бала басқа жауап береді, мамасы басқа жауап береді. Содан қаншалықты бала мен ата-ана арасында жаңағы қарым-қатынастың бар екенін, мамасы қаншалықты, папасы қаншалықты баласының өміріне қызығатынын көреміз да. Осындай қарапайым нәрселерден негізінде басталады деп ойлаймын. Және біз айтамыз, баланы күніне 8 рет құшақтау керек деп жатамыз. Осындай ата-аналармен көп лекциялар оқимыз ғой, сонда естіп жатамын, кейбір енді ауылдық жерлерде әсіресе. Мен жасайтын басқа жұмысым жоқ екен, сол баламды құшақтап отырамын ба дейді. Бірақ құшақтау, былай қарасаңыз, тегін нәрсе. Бірақ ол өте тиімді нәрсе. Өзіңіз де шаршап тұрсаңыз, көңіл күйіңіз болмай тұрса, бір адамды жақсы көретін адам болса құшақтасаңыз, бір жеңілдік байқайсыз. Балаңызда сондай жеңілдік байқауға септігін тигізесіз. Балаңызбен физикалық контактының жақын болуына, және енді жылулық гормондары бар ғой, енді сол гормондардың да жақсы жағымды әсер беретін гормондардың да балаға бөлуіне әсер етесіз. Сондықтан көп уақыт алмайды ол құшақтау деген. Сондықтан осы нәрсені айтқым келеді, құрметті ата-аналар, баланы көбірек құшақтау керек. Және тағы бір кейс айтқым келіп тұр осы жерде. Біз балаларымызға материалдық тұрғыдан барлығын алып келеміз. Тамағын алып келеміз, айфонын алып береміз бәрін. Және сол арқылы ойлаймыз да, біз осы арқылы махаббатымызды беріп жатырмыз ойлаймыз. Бірақ кейде балаға мен сені жақсы көрем деген сөздің өзін есту, ол маңызды. Еркелеткен сөздің өзін есту маңызды. Менде болған жағдай, 15 жасар қыз бала болды, ол бірінші некеден еді. Қазір мамасы екінші некеде. Сонда келген кезінде айтады, екінші некеде ұл бар, 2 ұл бар. Мен папам мені бөлектейді, кола мен керешке алып келеді, өзінің балдарына ғана береді, маған бермейді деп. Сонда отбасымен жұмыс жасадық, қызбен жұмыс жасадым. Сонда бір күні қуанып келіп тұр. Не болды десем, мамам мені ботақаным деп еркелетті дейді. Сонда түсіндім, бір ғана сөз балаға қалай әсер етті. Және осы жерде оққаным, біз көбінесе үйдің үлкен
жұмсайды екенбіз, үйдің үлкеніне көбінесе жауапкершілік береді екенбіз, ұрсады екенбіз, ана неге жасап қоймадың. Бірақ көбінесе үйдің кішкентайын еркелетеді екенбіз да. Мен 3 балам бар. Сол кезде ойладым, менде үлкенімді көбінесе солай екен ғой, неге былай істеп қоймадың, саған айтқан жоқпын ба деген секілді. Бірақ үйдің үлкені болсын, ортаншысы болсын, кішісі болсын, неше жаста болсын, ол бала. Ата анасы бар ма, аман ба, әлі ол бала. Сондықтан ол сіздің жылуыңызды жаңағы қажет етеді, жылы әдемі сөздеріңізді қажет етеді, қолдау сөздеріңізді, мен саған сенем, сен қолыңнан келеді деген сөздерді ол қажет етеді. Сол нәрселерді кейде жаңағы мотивация береміз деп кейбір сөздерді айтамыз да, кейде ол керісінше әсер ететін жағдайлар болады. Тағы бір кейс айтқым келеді. 14 жастағы қыз бала болды. Мен ол кезде Қызылорда қаласында жұмыс жасаймын. Ата-анасы, мамасы осы Астанада жұмыс жасайды екен. Сонда ана қыз келіп айтады, апай, мен енді біз жақта апай деп айтады. Сымбат апай, мен өмірден өлгім келеді дейді, өзіме қол салғым келеді дейді. Неге десем, мамам менің әрдайым қоңырау шалған сайын, Астанада қыс ерте түсіп кетті, мен аяғыма етік алайын десем етігім жоқ, бүкіл ақшаны саған салып жатырмын деп айтады. Мен анам үшін бір жүк сияқтымын дейді. Мен кетіп қалсам, анам өзінің ақшасын өзіне жұмсар еді дейді. Сонда айтқым келетіні, мамасы бір мотивация бергісі келген шығар, саған бүкіл жағдай жасап жатырмын, сабағыңды оқы деп айтқысы келген шығар мүмкін. Бірақ бала оны басқаша түсінді. Сондықтан үйде негізінде баланың көзінше проблемаларды мейлінше талқыламаған жөн. Бәрібір бала ол проблеманы шеше алмайды. Бәрібір бала ол кредит төлей алмайды, сіз төлей алмай жатқан. Баланың көзінше ондай мәселелерді негізінде айтпағандарыңыз жөн. Отбасында баланың көзінше біз не айтып жатырмыз, сондай сөздерге де абайлап дастарханның басына не айтып жатырмыз, соғанда қарап қойсаңыздар, өйткені балаға оның барлығы әсер етеді және болашақ өміріне дейін әсер етеді. Егер шынымен баламыздың болашақ өмірінде жарқын болғанын, дұрыс болғанын, сау болғанын психикалық тұрғыдан қаласақ, онда сол нәрселерге де біз қарап қойсақ деп соған шақырамын ата-аналарды. Иә, дұрыс айтасыз. Сіздің маман ретіндегі пікіріңіз, отбасындағы басты құндылықтар қандай болу керек және адамдар сол құндылықтарды қалай құру керек адекватты түрде? Құрмет, жаңағы сыйластық деп жатырмыз, бірақ ол ондай түсініктің өзі әркім үшін әртүрлі сияқты. Құрмет мен үшін не, құрмет басқа адам үшін не деген секілді. Және жауапкершілікті басты құндылық ретінде мүмкін алғанымыз да жөн шығар. Құрмет әрине бірімізді сыйлау, ол да жауапкершілік айналып келген кезімізде. Пікірін елеу бір-біріміздің. Және тыңдап қана қоймай бір-бірімізді ести алу. Көп адамдар өкінішке орай бір-бірін тыңдайды, бірақ өкінішке орай бір-бірін естімейді. Тыңдау бөлек, бізде есту бөлек қой. Біз еститін болсақ егер дұрыс, онда адамның, балаларымыздың болсын, жолдасымыздың болсын, жұбайымыздың болсын, қажеттіліктерін еститін едік. Ол не қалап тұр және соны жасайтын едік. Өкінішке орай біз көп жағдайда естімейміз. Сол нәрсеге де жаңағы болса жақсы болатын шығар деп ойлаймын, үйлесімділік болатын шығар деген ойдамын. Не жасамау керек деген де мәселелер болатын болса, енді әрине зорлық зомбылық енді барлығымыз білетін дүниеден басқа тағы бір отбасында кейде жасамау керек дүниелердің бірі бұл салыстырмау керек деп айтатын едім. Баланы үйдің үлкенін, білмеймін, үйдің ортаншы баласымен деген секілді, немесе жұбайыңызды басқа біреудің жұбайымен, немесе жолдасыңызды басқа біреудің жолдасымен деген секілді. Және көп қазіргі тенденциядан байқайтыным, отбасында әйел азаматшалар көп жауапкершілікті алады да, және ер азаматтан көбірек табыс тауып, сондай нәрселерді байқап жатамыз. Және кейін өздері шаршап, соған өздері жаңағы шағымданады, менің күйеуім жұмыс жасамайды, мен бәрін жасау керекпін, жауапкершілік алмайды деген секілді. Бірақ сіз сол жауапкершілікті беруге мүмкіндік беріп жатырсыз ба? Оның қозғалуына сол мүмкіндік беріп жатырсыз ба? Көп әйелдермен осыны талқылаған кезімізде шыдамдылықтың жетіспейтінін, ол барып жұмыс тауып істегенге дейін шыдап отыра алмайтынын, барып өзі жасап қоятынын да байқаймын да. Егер әрине басқа адам қозғалмайды, егер басқа біреудің жауапкершілікті сіз үшін алып оны істейтінін білетін болса, егер сәл болсын шыдамдылық танытып жауапкершілікті беріп күте алсаңыз және сене алсаңыз оны жасайтынына, сондай жағдай негізі болады. Сол шыдамдылықта көп адамдарға шыдамдылық негізі жетпейді. Мысалы тіпті кішкентай балаңыздың өзін жылап жатса, біз телефон бере саламыз.
тек қана жаңағы жыламаса болды, яғни шыдамдылығымыз жетіспейді біздің. Сондықтан ол шыдамдылықта керек кей жағдайларда. Отбасында, иә, отбасында. Және отбасы меніңше үлкен еңбек. Ол жерде екі тарапта отбасының әрбір мүшесі жалпы еңбектену керек деп ойлаймын. Мен енді әрине екі жұп бір-бірімен еңбектену керек. Оның артында үлкен еңбек тұрады. Қанша жыл өмір сүрсеңіз, сонша жыл беру керектін дүниелер бар. Мысалы, гүлді баптаған кезіңізде де гүл өзіне өзі өспейді. Сіз оған су құясыз, білмеймін, витамин құясыз, қопсытасыз, күнге шығарасыз. Сол сияқты ол жерде де отбасының жайқалу үшін бірге еңбектену керекпіз барлығын. Ол жалғыз адамның күресі емес. Жалғыз адамның күрес, екі жақты бірлескен күрес. Жақсы, Сымбат. Менің байқауымша біздің айтатын тақырып өте көп сияқты. Келесі подкасттарда мүмкін талқылаймыз. Бүгін берген сапалы сондай пікіріңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Келешекте де біздің подкасттың қонағы болады деген үміттеміз. Рахмет сізге. Рахмет үлкен шақырғандарыңызға. Сау болыңыздар. Рахмет.